Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Амина. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте дәмді және өте керемет шығатын булочки дайындайтын боламыз. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Ең алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Барлығын описаниеда қалдырамын. Енді жаңағы аппарат дайындаймыз. Қажетті мөлшердегі қаймақтан 2 қасық қаймақ саламыз және де жаңағы судың 3-тен 1 бөлігін осы қаймаққа құямыз. Осының барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей барлығын араластырдық. Енді жаңағы қажетті мөлшердегі ұннан 3 қасық немесе 4 қасық саласыздар. Өздеріңізге жаңағы сместеріңіз қоюлау болу қажет. Барлығын венчиктің көмегімен жаңа біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей менде барлығы біркелкі болды. Енді осыған ашытқымызды саламыз. Менде құрғақ ашытқы. Сіздер өздеріңізде бар ашытқыны қолдансаңыздар болады. Барлығын біркелкі болғанша араластырып, осы аппарамыздың бетін салафанмен жауып қоямыз. Енді жаңа қаймақты сұйықтыққа көшеміз. Қаймаққа қалған мөлшердегі суды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де осыған жаңағы қантты саламыз. Мен қантты 2-ге бөліп саламын. Қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Мінекей барлығы дайын болды. Жаңағы аппарамызда мінекей жақсылап көтерілген. Осыны жаңағы ұнның үстіне құямыз. Және де жұмыртқамызды саламыз. Мен 2 жұмыртқа салдым. Үшіншісін жаңағы булочкидің бетіне жағуға қолданамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сары май құямыз, яғни ерітілген. Одан кейін жаңағы қаймақты сұйықтығымызды құямыз. Мен 2-ге бөліп құямын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қолымызбен тесто илейміз, яғни қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет, өте қатты болуға болмайды, себебі булочкамыз көтерілмей қалады. Мінекей менде барлығы бағана илеп болдым. Енді бетін жаңағы салфанның көмегімен жауып, үстінен орамалмен жауып қоямыз. Міндетті түрде жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қойыңыздар. Мінекей менің тестом дайын болды. Қараңыздар қандай күшті көтерілді. Қандай керемет болды. Енді осыны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен осылай 2 үлкен және кіші бөліктерге бөлдім. 2 үлкен бөлікті мен жаңа ортасына начинкамен жасаймын. Қалған бөліктерді начинкасы жасаймын. Мінекей жаңағы үлкен бөліктерді осылайынан жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп кесеміз. 2-ге бөлеміз және де тағы да 2-ге бөлеміз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, барлығы дұрыс шығады. Менде жаңа начинкада яблочный джем, алмалы джем. Сіздер кез келген пайдалансаңыздар болады. Жаңа вареный сгущенка, жаңа шоколад пайдалансаңыздар да болады. Өте керемет және өте дәмді болып шығады. Мінекей дайын болды. Тағы бір рет көрсетейін. Өстіп айналдырғаннан кейін 2 жақ шетін міндетті түрде бір-біріне қосып жабыстыруды ұмытпаңыздар, себебі начинкаларыңыз ағып кетуі мүмкін. Тағы бір түрін көрсетейін. Начинкамен жасаймыз тоже. Дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп істесеңіздер, барлығы дұрыс және де өте керемет шығады.
Енді начинкасыз жасау түрлерін көрсетемін. Дәл жаңағы бірінші булочкиді дайындағандай етіп барлық тестаны кесіп аламыз. Және де жақсылап осылай ораймыз. Өте керемет шығады. Дәл жаңағы бірінші булочки секілді. Тағы бір түрін көрсететін болсам, осылайына дөңгелек етіп кіші тестаны алып жайып аламыз қамырымызды. Осылайынан жаңа пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Енді осы кесілгенді орап, осылайынан жаңаға айналдырып, ұшын астына қарай бекітеміз. Сонда өте керемет шығады. Тағы бір түрін көрсететін болсам, дәл жаңағындай етіп кесіп аламыз, бірақ бұны үйтіп айналдырып жаңағы бекітеміз. Осы айналдырып, осы күйінше қалдырамыз. Өте әдемі шықты. Барлығын духовканың табағына тізіп, бетін орамалмен жауып қоямыз, 10-15 минутқа қоямыз. 10 минуттан кейін ашып, бетіне жаңағы қалған бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Міндетті түрде жұмыртқа жағыңыздар, сонда булочкаларыңыз өте әдемі болып шығады. Міне менің булочкаларым дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амина. Келесі кездескенше сау болыңыздар.